Арна әлеумет, мен Альфа дизайн парақшасының жүргізушісі дизайнер Бейсембек Орынтай Жеңісұлы боламын. Және де мен Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасының қызметкері, кітапханашы әрі дизайнермін. Бүгінгі ұсынып отырған видеом ол бұрынғыдай спид арт видео емес, және сонымен қатар жеке ойды немесе конкурстың нәтижесін анықтайтын видео емес. Бұл жолғы видео бұл өте қызық әрі ауқымды жағынан білмеймін, бірақ та өте қызық болғалы тұр. Себебі мен кәсіби блогер емеспін, және де видео блогерлікпен айналысып көрген жоқпын. Жалпы блогерлік дегенге мүлдем шынымды айтсам, мен мүлдем екеуміз екі тарапта сияқтымыз. Сондықтан мен блогер деп есептеудің қажеті жоқ. Бірақ та сіздерге барынша керемет дүние ұсынуға тырысам. Осы уақытқа дейін өзімнің жұмыстарымды қайта-қайта ақтарып көрмеппін. Яғни 2015 жылдан бергі менің барлық жұмыстарым сақтаулы. Мен кәсіби дизайнер емеспін, алайда менің жасаған әуесқой жұмыстарым әлі күнге дейін сақтаулы екен. Және мен оларды жіктеп қарамаппын. Ендеше неге осыны сіздермен бірге қарамасқа және соған баға беріп көрмеске деп отырмын. Яғни бұл жолы 2015, 2016, 2017 жылдардағы Орынтай мен қазіргі Орынтайдың айырмасын қарастырып көреміз. Яғни мен қазір өзімнің жасаған жұмыстарыма реакция түсіретін боламын. Ендеше бірге тамашалайық. Достар, мен қазір Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасынымын. Яғни мен осы кітапханада, осы локацияда жасап көрмекшімін. Бұл бір тарихта қалатындай дүние болса екен деген ой ғой біздікі, былайша айтқанда. Ендеше сөзді қоя тұрып бастайық. Альфа дизайн парақшасы мұнда 1340 қазіргі уақытта оқырманы бар, бірақ сырттан қарайтындар өте көп. Сонысына қуанамын. Және соңғы уақытта конкурс өткізіп жатқан болатынмын. Күтетіндер бар екен. Ендеше жазбаларға келейік. Қалай өрбейді екен. Мен шыны керек, шынайы эмоциямды көрсетпеймін, жасан нәрсе жасамаймын, және сондықтан сонысы мен қызық болады деген үміттемін. Охо. Жалпы енді мына нәрсеге тоқталсақ, Альфа дизайнның алғашқы логотипі. Алғашқы логотип дегенде өздеріңіз білесіздер, қалай айтсам екен. Бұл менің идеям болды, дәптерге сызған идеям болды негізі. Қарапайым алгебра дәптерінің соңы дейін ба? Жоқ, қарапайым черновикке жазған дүнием болды, және сол логотип болып есептелінді. Ендеше соларға бір прогресс демей-ақ қояйын, соларға бір эволюция жасап кетейік. Қалай болады екен? Охо. Негізі өзімнің жұмыстарымды көп ақтармайтын, сондықтан мен арнайы осындай дүние жасап көрдім. Он 17 қазан, Альфа дизайнның құрылған күні ол 17 қазан сағат түнгі 11. 17 қазан күні сағат түнгі 11-де Альфа дизайн студиясы құрылып, осы логотип қойылған болатын. Енді осы логотип қойылған болатын, мінекей алдарыңызда тұр. Қалай айтсам екен, қисық-мисық, дұрыс кесілмеген, қалай болса солай дүние ғой. Фото өңдеу студиясы дейді. Бұл веб-студия деп жазуым керек еді негізі. Телефон 8778-221-0478. Ол кезде мен 8-ші сыныпта болдым, телефон нөмірі болмады, бұл анамның нөмірі. Әрді қылып қойғанларыңызшы. Енді келесі. Альфа дизайн. Бұл PSD. Басына PSD қолдандық бізде, рас. Бірақ та ол кезде әлі ештеңе дамымаған болатын. Ал қазір мүмкіндік көп, соның өзінде елдер PSD қолданбақ түгілі плагиат жасайды. Альфа дизайн. Мынау не өзі? Фото өңдеу тегін дейді. Әрине, басына тегін жасадым. 2015 жылда тегін жасадым. Ыңғайлысын таңдаңыз. Ыңғайлысын таңдаңыз деген сөз маған әлі күнге дейін ұнайды. Ыңғайлысын таңдаңыз, тимсін таңдамыз деп өзгерттік, статикаға мән берме деп өзгерттік. Сондай дүниешім. Жаңа жылыңызбен. Ананы интернеттен ала салған болуым керек болған. 2016 жаңа жылдарыңызбен, сізде жаңа жылдар, жаңа бақыт, жаңа сәттілік, жаңа мүмкіндік, жаңа сүйіспеншілік тілейміз дейді. Құрметті Альфа дизайнері Орынтай Бейсембеков. Офты алдырып тағым кейін, удостоверение алғанда.
яғни бұлар 2016, қазір 2016-ға өттік міне. Анау жаңағылар 2015 жылғылар болған. Енді біз тегінен ақылға өттік. Ақылы дизайнерлік жұмыс. Альфа дизайн, ВК коммунтайды. Subscribe now дейді. Осы сөзі бір жерден алған болуым керек емес. The best graphics деген қалай кетті? Жә, қоя тұрайық. Альфа дизайн, ыңғайлысын таңдаңыз дейді. Жарайды, көштім. Альфа дизайн. Негізі мәселе мынада. Мына альфа дизайн дегендер негізі Серік Қалиесеков деген дизайнер өңдеп берген болатын. Ал сызбасын жаңа логотиптің Есбол Бозан, атыраулық Есбол Өтежанұлы дайындаған болатын. Сол логотип. Мен кейін өзім білмеймін, балалықтан ба өзгертіп жібердім сәл. Ят болды негізі ол. Міне, кейінгі логотип. Осы логотип үшін біраз сынға сұраған болатын. Әрине, бұл енді кішкене болсын ұқсастық болды, ол рас. Енді 8-ші сыныпта оқып жүрген бала не біледі дейсіз? Тем более жаңадан қадам басып келе жатқан. Өз-өзімді ақтасым жарқырауықтар қосыппын. Мына не ғой деймін? Шапкаға, жоқ, баннерге ыңғайластырып аватар жасаған болуым керек. Баннерге ыңғайластырып жасаған болуым керек. Ыңғайлысын таңдаңыз. Барселона, анау жоғарыдағысы ол Unity ол. Unity-дің трансфері жасалған 3 шілде. Сол шілде аралығында Unity-дің трансфері. Ыңғайлысын таңдаңыз. Қазақстанда жасалған. Енді мен брендті KZ деп алдым сол жылдары. Енді сәлде болсын мемлекетке деген қызығушылық қой. Мемлекеттің бағдарламаларына келген. I love you. То есть one love you. One love you. Қазан айында бізге бір жыл дедім. Әлі естімнен кетпепті. I love you деген I бұл жерде бір айдың қызметін атқарды. Ал love you деген сәл трендинг деген сөздер бар ғой, қазір бар ғой бір. От дейді ғой бір. Жаркий сөздер бар ғой, сондай сөздер десем қателеспегенім. Сондай үшін жасаған болатын. Ыңғайлысын таңдағанымызға бір жыл. Міне ең алғашқы логотипті қойыппын мұнда. Мінекей. Осында қойдым, сосын мынаны қойдым. Мынау кейінгі логотип. Бейбарыс Мырзагереев жазыпты. Мынау не? Жаңа векторлы логотип пен стандартты нұсқа дейді. Өзім не айтып түсіне алдым. Міне логотип сәл-пәл түс қосып кеткен. 2 түс, 3 түс дейінші міне 3 түс бар. 3 классика. 2 түс 20-шы желтоқсанда жасадым. 1 қаңтар. 2017 жылдың 1 қаңтар, 2 жыл бұрын. Осылай жасаған екен. Сосын мына еріне құрттым мен көбінесе. Креатив баблыс, жыңдарды бағындырамыз. Міне ұйқаспайды да былай қарасаң. Жоқ ой. Ұйқаспайды. Орынтай Бейсемеков веб дизайнер дейді. Ой бол. Наурызда шаттық мол болсын. Кока-коладан ұрлаған мен мұнан. Мына сөзді. Мінекей. Сәл мынандай түс қолданыппын енді. Кембек. Енді 16 қараша күндер олар. Қолымда компьютер болмады, қалаға оқуға келдім. Сол жылдарда міне сәл-пәл болсын кейін жасайтын боламын деп жоспарлап отырып, осындай loading деген белгісі бар қойған болатынмын. Айналып тұрады. Сосын мынау 23 қараша күні. Бұл логотипті өзімнің колледжіндегі 17-ші кабинетте жасадым. Бұл логотипті. Қателеспеймін. Және есімде қалай жасағаным деп қоям, бір домалақ, сосын бір әріп қойдым. Классикада. Содан кейін мынаны қыста жасадым 2 қаңтар күні. Негізі мына фигура жалпы көп адамдар жасап берші деп жатты. Себебі мен бұны авама қойдым ғой. То есть аватарыма қойғанда жасап берші дегендер өте көп болды. Бірақ та бұл менің нақты символым болып қалған еді. Сондықтан көп адамдарға жасаған жоқпын. Жасамағаныма да өкінбеймін. Және мынаған жасағаныма да өкінбеймін. 2 қаңтар күні жасап қойдым бұны. Мынаның шрифтін қателеспеймін. Adeniu Pro деген Adeniu сондай шрифт мына. Адидастық ол. Альфа дизайн. Мынау сәл сұрқысыз дүние. Сұрқысыз дүние. Мынау енді мына логотип қазіргі уақытта дейін пайдаланылуда. Көп логотип өзінің сәнін жоғалтпаған.
осы логотиппен келе жатырмын. 25 сәуір күні 2018 жылдың былтыр 28 сәуір күні 25 сәуір күні жасаған болатынмын. Келесі. Туған өлке тәтті екен ау тәтті екен. Туған ердің жердің темпіме қанатыңды кең серпі. Сарын тобына ғашық болып жүрген кездерім ғой бұлар. Мынау сурет, артындағы сурет бұл менің таза өзімнің телефоныммен түсірген суретім. Және бұл суретке әлі күнге дейін тіпті өзімде қызыға қараймын. Бұл менікі емес, просто камераның мықтылығы ма? Жоқ, екеуі емес. Бұл жерде тек қана пейзаж өте мықты болып тұр. Яғни бұл суреттің авторы мен шәлкөде жайлауы ғой бұл. Мынау 3 years with you. The brand. Alpha the brand. Бұйырды. Alpha бұл бренд, сіздермен 3 жыл. Енді сәл-пәл 3 жыл болды дағанына бір юбилейный сурет қой. Мына негізгі сурет Alpha Design деген. Мына кейінгі сурет. Бейбіт ұзақбай дұрыс айтады, сәл-пәл Нивеяға еліктеген түрім бар. Нивеяға еліктеген түрім бар. Енді ешкім ренжімес оған. Енді өзімізге келетін болсақ, енді жұмыстарға келейік. Бұл жерде ең алғашқы жұмысым бұл әлем мойындаған Барселона деген топқа жасаған болатынмын, ең алғашқы жұмыстарда. Бірақ та әзір ол жұмыс бар ма, жоқ па білмеймін. Бірақ та ең алғашқы жұмысым сол болды. Міне, ұста біздің ортақ ұямыз дейді. Бұл ұста деген сол кезде дизайнер бірлестік болған, атыраулық дизайнер болған. Жалпы Қазақстандағы барлық ұлттық нақыштағы дизайнерлер сонда жиналған болатын. Сол кезде жасаған болатын мынау. Ұлттық нақышты бірге қолдаймыз дейді. Макап қой мынау интернеттен алған. Аязбиді қойыппын, Қассақты қойыппын, өзімді қойыппын әйтеуір. Өмір философиясы. Міне, өмір философиясы. Анау бір көрмейді не ол мынау қарасаңыздаршы. Өзім жамандағаным емес, бірақ та сәл-пәл менде сол кезде шынымен де идея жағынан нөл болыпты. Үшеуі 3 түрлі шрифт. 3 түрлі шрифт, төбесіндегі вообще 4 түрлі шрифт дейінші мына. 4 түрлі шрифт қой мына. Өмір философиясы. Осындай дене жасаппын. Енді жазған қараңыздар. Өмір философия атты Instagram парақшасында логотиппен аватарка. Миниатюра ма әлде аватарка ма? Алушы Аблайхан Арықбаев. Бұл кісі көріп отырса, жалында сәлем. Енді келесі жұмыстарға өтейік. Менің өмірім атты ВКонтакте парақшасына логотип аватар ғой мұнда. Алушы Аблайхан Арықбаев деппін. Логотиппен аватарка KZ Stars. Өндірші Alpha Design. Мұнаны мен өзім жасадым. Мынау некі? Аязби дизайнның поэзия. Енді бәрі осындай дүниеден келген ең басында. Сондықтан білмеймін. Менде қазір реакция болып жатқан шығар, бірақ та өзімнің бір аса бір көңілім толмай тұр. Не дейді мынау? Clash of Clans атты ойын тобына аватарка өндіруші Alpha Design, алушы Джонни Дүйсенбаев. Джонни Дүйсенбаев, Нұрсұлтан Дүйсенбаев. Аты Нұрсұлтан Дүйсенбаев. Бізге жазыл Clash of Clans ойындары туралы үздік паблик деппін. Жаңа жылдарыңызбен деп жазыппын. Ойбоу. Бум. Міне, әлем мойындаған Барселона деген топқа екінші рет жасаған жұмысым. Екінші рет. Әлем мойындаған Барселона топқа жаңа креативті аба деппін. Креативті аба. Сол кездегі креативті аба. Алушы Олжас Саматов. Олжас бауырым, сәлем жолдаймын саған. Әлі күнге дейін араласам, керемет дизайнер. То есть керемет админ дегенім ғой. Мына енді шеттен шыққан дене болды. Жаным 100 атты парақшаға аватар. Мынау поэзия келетін болса. Ана тәуелсіздік күні деген әлі күнге дейін қолданылады. Қанаттармен ағамыздың жұмысы. Мінекей жаным 100. Негізі қоп кеткенске дейін еді. Мынау Counter Strike'тың несі? Counter Strike'тың аватары мынау. Поэзия. Типичный кіші жүз тобына аватар жаңартылды дейді. Өндірші Alpha Design, алушы Бейбіт Мырза деппін. Ойбоу! Тіркел. Ойбоу, не дейді? Не деген сурет ана?
Clash of Clans парақшасына жаңа жылдық аватарка алушы Джонни Есенбаев. Сол кезде менікінен жасатып қызығып қайта жасай беретін сол кезде. Жасай беретін мо, то есть. Алушы Джонни Дүйсенбаев дейді. Ай. Уже мен танып қойған ғой, ё-мое. Мектеп қызықтары атты топқа аватарка дейді. Мектеп қызықтар, мектептегі әзілдер тіркелеміз. Анан керемет жасаптың, тіркелеміз деген жерде ше. Вот это креатив деймін ба. Жұлдызды парақша, керемет парақша, жұлдыз. Тіркелеміз қанекей дейді. Ойбау. Тіркелеміз қанекей дейді. Мықты жігіттері парақшасына креативті мұқаба. Суреттегі кім екен дейді? Джакарин шығар? Білмеймін мен өзім. Бірақ мықты жігіттер деген топқа жасаппын. Нұрасыл Ахмет алушы. Алушы дегенім, өндіруші дегенім бір керемет кетті бар ғой. Қазір күлкім келеді екен. Қазақ империя тобында аватар. Бәке, сәлем жолдаймын бауырым. Сенің артыңда осындай бір Жамбыл кітапханасында отырған жайым бар негізі. Сенің әсерің бар осыған. Қазақ империя тобына аватарка. Не деген жасау мынау, а? Логотип мынау. Ойбоу. Ана интернетте асылмай болар ғой. Мынау қалай кетті? Тиаго Сильва, Иван Ракитич, Криштиану Роналду. 3 түрлі сезонның несі ғой мынау? Әлде бір сезон. Білмеймін. Бірақ бұл сол кезде бұндай рендерлерді алатын сайтты мен білмедім. Интернеттен алған бір орыстардан. Сол ғой мынау. Ана кигіздіріп қойғанымда қойшы. Дайымау не дейді? Жүрек қалауы дейді. Нұрдәулет Назыров екен алушы. Керемет күндер әлі алда иншалла дейді. Иншалла әлі алда жүрек қалауы дейді. Негізі бір түрлі. Өмір және махаббат тобына аватарка. Осыны оқып жатқан әрбір жанға мене қызық не? Болмайтын әді. Бұл қазақша тобына аватарка. Негізі мұның барлығын бір күнде жасаған мен жаңаға. Бол дегеннен бастап. Қазақ империя бәрін бір күнде. Қорқыныш алаңы дейді. Байғы шрифттер ай. Қорлапмын ғой мен сендерді. Конкурс Калада дейді. Не ол? Өзім ұқпаймын не жасаған. Побеги из аула дейді. Ана кескен қараңыздаршы. Парижирс қойған. Побеги из аула. Жұлдыз дейді. Рахым Сатыбалдиев қой. Әлі күнге дейін бар ол. Рахымға сәлем жолдаймын. Енді ВК-ға хабарлама жіберіңіз, жасап беремін. Үтір жоқ. Хабарлама жіберіңіз, жасап беремін. Қазақша жаңалықтар. Статусы, цитаты, статус дейді. Аны ерін ұрлаған мен. Басында әркім сондай болды. Бірақ қазіргі жастарға үлкен мүмкіндік берілген, сондықтан көбінесе ұрламауға кеңес беремін. Өздеріңіз үйреніңіздер. Рас, 2015 жылы көп нәрсе жоқ болды. 2016 жылдардың басында. Ал қазір бәрі бар. Тіпті шрифтің сол кездің өзінде жоқ болды сәл-пәл. Әрине бұл еңбектен жолыққан емес, сол кездерде шығып жатты. Алайда аз болды. Сондықтан қазіргі жастарға, соңғы өсіп келе жатқан дизайнер боламын деген адамдарға мүмкіндік өте көп, бұрынғыдан қарағанда. Сондықтан соны ескеріңіздер. Лео Месси тобына мұқаба деппін. Қазір мен бұлардың барлығын сағат 11:30-да, 10:30-да түсіріп жатыр. Қазақ заңкерлерінің тобы дейді. Енді қараңыздар. 2015-2016 маусым, 2013-2014 жылғы рендер Неймардікі. Месси сұнаны команданыкі уже өздеріңіз білесіздер. Одан бұрынғы маусым. Трейбл алған маусым болды. Мынау бейнесабақ жасадым. Бейнесабақ болғанда астына бір сөздер жасап қойғанмын. Оны ашудың керек жоқ шығар. ББК қабылдамаған мен мына жұмысымды. Қабылдамағанда дұрыс болған негізі ғой. Не дейді тағы? Сауда Атырау. Бұл кісімен әлі күнге дейін араласатын сияқтымын. Қателеспесем. Бізде тек Android Қазақстан деп. Мына бір қызық кеткен негізі ғой.
Жаным 100, ойбой, не жасаған? Реал Мадрид парақшасына мұқаба, ойбой. Әлем мойындаған Барселона. Мына жұмысқа шыны керек ең басында админдер көбісі таңғалған. Оны өздері де мойындайтын шығар, себебі сол кезде де өзі таңғалып болды. Таңғалған мына жұмысқа. Бірақ бұл плагиат. Принц Тиман дегендікіне сәл сәйкес келеді. Оны мойындау керек. Прикол суретте тіркел деп. Тіркел, қара. Тіркел. Айконын қарыңыздаршы. Сұқсаусақ. Жаман нәрсе болды. Көрсетпеу керек сіздерге. Бірақ та, мынау сұқсаусақ. Сол кезде менің ақымақтығым дұрыс қарамаған. Бақытты жан деппін. Бұлайма, қызықты фактілер деппін. Бәрі бір-біріне ұқсайды әйтеуір. Футбол туралы деппін. Футбол жаңалықтары деппін. Түрлі сезонның рендерлері анау. Енді осындай ең басындағы аватарлар шыны керек осындай болды. Көбінесе аватар жасадым. Енді альбомдарға кірейікші. Альбомдарда не бар екен? Ең бірінші мен мынадан бастағым келіп отыр. Логос. Логотиптер. Қызық логотиптерді негізі. Пайдалы кеңестер. Арнайы пайдалы кеңестер тобына деппін. 2015 жылы. Пайдалы кеңестер, позитивті кеңестер деппін. Мына менің өзім жеке тобым негізі. Дамымай қалған топтар. Қаз мұнай деппін. Мына мен өзім жеке ненен шыққан бол керек па? Жеке ойыннан шыққан бол керек. Әлем қызықтары деппін. Мұнан бір жерден ала салған. Керекпен ауылдық көше футболы 2016 жыл. 2016 ма? Осы жыл. 2016. Себебі чемпионат бізде 2016 жылы өтеді. Өмір философиясы. Жаңағы. Екі түрлі неге логотип жасаған? Бірінші анау плагиат негізі. Еңселі елдің тәуелсіздігіне 24 жыл. Негізі бұлдың бір ауқымды жоба ретінде алған болатын. Ол өз кезегінде өзінің жұмысын істеді. Желтоқсан оқиғасында 29 жыл. Біздің қалауымыз тәуелсіздік дейді. Ойда бір нәрсе болған шығар ол кезде. Сіз білесіз бе дейді. Но мен таза авторлық жұмысым, авторлық жаман жұмыстарымның бірі. Менің ғұмырым, мынау таза не? Текст. Кастарс көргім келмейді. Менің ғұмырым. Текст өңше. Бақытты жан дейді. Қазақ империя. Өмір және махаббат. Жаңағы жүрек қалауы. Сайт түрмені. Дәуір ұлттық нақыштағы дүкені. Сол кезде де қуанғам негізі бар ғой. Дәстүр деген дүкендер, ата мұра деген дүкендер пайда болды ғой. Ұлттық нақыштағы әмендар жасайтын. Әлгінге дейін бар әлгі. Әсет Сейдахметов деген. Әлгінге дейін бар. Сол кісіге үлкен алғысын білдіремін. Әлгінге дейін өзінің жұмысын жасап жатыр. Барселона KZ-ні ұят енді. Казах TV. Мынаны мен жасамадым. Мынаның авторы кім? Ади Арт деген бар. Сол кісінің жұмысы. Natural. Мынау кімге ол жасқа жасаған. Мынау мен алдап кеткен негізі. Не, жасатты да өңшен сайттарға керек деп. Бірақ та төлеген жоқ ештеңесін. Жоқ болып кетті. Тем более жаса дейді де кәдімгі бұйрық береді де. Шыдап тұрып жасаған Нұрбет деймін. Енді нормальный сияқты. Старикабец. Мынау есімде. Бұл News KZ. Мынау кімге жасаған? Ерасыл Есімханға жасаған. Қазір өзі дизайнер болды. Казбетс. Жаңалықтар. Күзгі жұлдыздар дейді. Чистый дом. Клининговая компания. Дастархан. Мынаған өзімді таңғалам негізі. Дастархан. Осындай кезде кішкене дұрыс түс үйлестіруді үйренген болатын. Сәл қазіргіге жақын жұмыстар шығады. Қазақбайт деген мынау. Алматы Роллс. Өмір құпиялары. Мұнан таза өзінің немен жазған болады. Яғни қазіргі уақыттарға сәл сәйкес келеді. Ғымысы. Халал тауар тараз. Кәдімгіден қолданылады бұл логотип. Таразда кәдімгідей дүкен бар бұл. Кәдімгі бутик мынау.
шығыстан тауарлар алатын деді. Тараз қаласы ғой. Жаңалықтар. Енді мына қазіргі сәтке келеді. Осылай. Бүгінгі айтайын деген дүниелердің барлығы осындай. Негізі аса қатты реакция болмаған шығар. Бірақ та енді видеоларда бәлкім реакция болар ма еді. Енді не болса да түсіргеніме өкінбеймін. Кәсіби блогерде, тіпті блогерде емеспін. Жаңағыда айтқандай көп сөйлесем демеңіздер. Сондықтан көргендеріңізге, осындай минуттарыңызды бөліп көргендеріңізге үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен енді келесі алдағы уақытта спиктерді жұмыстарын, тағы да басқа жұмыстарды аяқтайтын боламын. Мінекей достар, менің шағын реакцияларымның бірі осы болды. Көргендеріңізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Ұнамаса ренжімеңіздер. Енді тағы бір айтатын жайт ол қашан осы дизайнер жұмыстар бәрі бітеді. Осы сұрақ мені де мазалайтын болған, бірақ мен өзімнің болашағыма қарап және де өзімнің мамандығыма байланысты нақты шешім қабылдадым. Мен алла қаласа 2020 жылы Альфа дизайн студиясын аяқтайтын боламын. Яғни 2020 жылы дәл 17 қазан күні Альфа дизайн өзінің жұмысын ресми түрде тоқтататын болады. Себебі әрдайым алдыға басу үшін адам артқа қарай, қалайсым екен, бәрін көп нәрсені артқа тастауы қажет. Себебі алдыға жылжу үшін артқа көп нәрсені тастауы қажет. Және сондықтан мен өзімнің болашақ мамандығыма сай жұмыс істегім келеді, және сонымен қатар мен осымен барлығын аяқтаймын деп шешкен болатынмын. Сонымен 2020 жыл, яғни келесі жылы 17 қазан күні Альфа дизайн өзінің жұмысын ресми түрде тоқтататын болады. Бірі қуаныш бар, бірі өкініш бар. Өкініш басымырақ әрине. Алайда сол уақытқа дейін мен нағыз жұмыстарды жасап, ешбір клиентпен бұрынғыдай бір кикілжіңге түспей, ешбір әріптестермен кикілжіңге түспей, өз жұмысымды істегім келеді. Сондықтан сіздерге алғыс білдіремін. Ендеше келесі видеода жолыққанша мен өзім түспеуі мүмкін, бірақ алайда менің спикер жұмыстарым және тағы да басқа жұмыстарым шығып отыратын болады. Ендеше айым заман күніміз нұрлы болғай.